Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге білім, ғылым бағдарламасы. Оның жүргізушісі әдеттегідей мен Захра Исматова. Бүгінгі бағдарламамызда талқыланатын тақырып көпшілік біле бермейтін, зерттеп көрмеген, кейбіреулер қашқақтайтын тақырып, яғни патоморфология бөлімі. Оның ішінде мәйітханаға толығырақ тоқталып, сіздерді таныстыратын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Досым, сіздер ағы шетте тұрыңыздар. саламатсыз ба аға, қалайсыз? Саламатсыз ба қызым, жақсы, рахмет. Қалайсыздар? Қош Жақсы, келдіңіз. шүкір, рахмет, қош көрдік. Дәл менің қасымда тұрған кісі патоморфология бөлімінің меңгерушісі профессор Назарбек Абдыназарович. Бүгін бізге патоморфология бөлімі туралы, соның ішінде мәйітханалар туралы ақпаратты толық беріп өтеді. Аға, сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Олай болса, сіз дайын болсаңыз, Өте қуаныштымын. Біз бар уақытта дайынбыз. Ал қызым, жақсы, қош келдіңіздер. Онда бұл лабораторияның негізгі мәселелері бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар, міндетті түрде мен жауап беремін. Бірақ алдын сол танысу үшін сіз өзіңізге бір халат берейін, киіп алыңыз, жақсы ма? Жүріңіз. Келіңіз қызым, сұрағыңызды қоя беріңіз. Жалпы аға, осы салада жұмыс істеп жүргеніңізге неше жыл болды? Бұл салада еңбек өтілім менің 37 жыл болды. Яғни осы патоморфология бөлімінде? Патоморфология бөлімінде 37 жылдан бері мен қызмет атқарамын. Ең бастапқы жұмысым менің сол Санкт-Петербург қаласында аспирантура өтіп жүрген кезінде өзімнің сол мамандығымды таңдап, сол жерде осы патоморфология немесе патоанатомиялық бөлімде қосымша жұмыс атқардым. Так, әрине ол кездері өте тоқырау жылдары еді, ауырлау болды. Бұрынғы СССР дейміз ғой, Совет өкіметі құлап, әр ел өзінің егемендік алған кезінде жетіспеушілік те болды, өлім жітім де көп болды. Сол бастан кезектен бастап мен сол осы патоморфология бөлімінде, тонатология бөлімінде қызмет атқардым. Ол кезде аспирантурада оқыдым, әрі осы еңбек өтілімді бастағанмын. Әрине жұмыс бабында өте күрделі жағдайлар болады. Өте күрделі жағдайлар болады. Себебі біздің саламыздағы жұмыс атқару процесі бұл денсаулық сақтау саласындағы ең маңызды мамандардың бірі болып саналады. Себебі медицина факультетінде 3-ші курстан бастап патология пәнін өтеді. Яғни олар осы клиникалық пәндердің негізін қалаушы, яғни хирургия саласы болсын, акушерия саласы, гинекология саласы, немесе педиатрия саласы болсын, қандай клиникалық сала болмасын, сол саладағы сырқаттардың негізгі этиопатогенезін және жалпы морфологиялық сипаттамасын осы патоанатомия бөлімінде немесе патоанатомия мамандығы дайындайтын кафедраларда үйретіледі. Себебі бұл әрбір денсаулық сақтау саласындағы мамандардағы білім алушылардың деңгейін жетілдірумен қатар, денсаулық сақтау саласындағы әрбір емдеу мекемелерінен келетін операциялық биопсиялық материалдарға нақты диагноз қойып беру. Яғни біздің қойған диагнозымыздан кейін ол диагнозды ешкім өзгертпейді, сол нақты диагноз болып тұрып, емдеу істерінде әрі қарай жұмыс жүргізіледі. Жалпы біз мәйітханаға бара жатқан кезде көбінесе осы жерде көріп қалам студенттер сұрайды, ағай, моргта мәйіт бар ма дейді. Мәйіттен жоқ, бізде мәйіт болмайды деймді. Неге дейді, морг қой дейді. Моргтың екі түрі бар. Бір түрі бірінші, екінші курста өтетін анатомиялық морг бар. Ол жерде пластинаттар мен бұрынғы жинақталған моргтың адамдардың денесімен жұмыс істейді. Ол тек үйрету адам мүшесіндегі қандай құрылымы. Ал біздікі патология жатқан екен, бізде бүгін келді ме, бүгін алып кетеді туысқандары. Себебі біз оны бір айлап, 2 айлап, 1 жылдап ұстамаймыз. Бізде жалпы ұстайтын уақыттарыңыз қанша уақыт? Жалпы ұстайтын уақыт егерде максимум 15 күн. 15 күннің ішінде туған туысқаны келмесе, немесе туған туысқаны бас тартуы мүмкін, мен бұл мәйітті жерлемеймін, алмайын деп, онда клиниканың басшысы бар, клиниканың емдеуші басшылар бар, біз болып ортаға қаттама толтырып, оны арнайы сол
жерлейтін жерге апарып жерлеп мүйесін қағып қоямыз. Көбісі ойлайды жаңағы мәйітханаға түскен адамдардың дене бітімін бәрін алып сатып алып барып сатады екен деп. Ол өтірік ол. Егер естеріңізге сақтаңыздар, адамның ең соңында өлетіні ми. 5 минут. Адам жүрегі тоқтағаннан кейін 5 минуттан кейін ми өледі. Қалған мүшелер одан алдын өледі. Адам мысалы организм тоқтаған екен, қан айналым шеңбері жүрмегеннен кейін қан тамырларының ішінде қандар не қылады? Ұйып қалады. Ұйып қалғаннан кейін ол жерде қан қайтып жүрмейді. Миымызға сосын қан бармайды. Қан бармайды. Көбісі ойлайды жаңағы моргта істейтіндер бауыр сатады, бүйрек сатады. Ол өтірік ол. Ондай мекемелер арнайы мамандандырылған, адам комада жатқан кезде өзі согласен берген, мен осы дене бітімді сатамын немесе туысқандарыма беремін дегендер өлер алдында, егер сол болса, ол арнайы аппаратта жатады, оны кеп хирургтар, мамандар операция жасап, екінші адам жанында жатады, алатын. Соған ауыстырады. Түсіндіңіз ба? Бұлайынша мысалы өлген адамның денесіндегі барлық организмі, бүкіл өледі. Ағзасы өледі. Жұмыс істеуге қабілетсіз. Оны алып қойғанмен ол наоборот оған жарамсыз болатындығыны адам не қылады. Міне сізден сұрағандарыңыз морг деген осы. Міне мәйіт сақтайтын бөлме дейді. Міне көреміз, міне қыздарым. Бұл жерде міне келіңіз. Мына жерде қарап тұрсаңыз, мына аппараттар бұл не депті? Бұл аппараттар холодильник, яғни мұздатқыш. Осының ішінде әрқайсында екі бокстан істейді. Мынау істейді, мынау екеуі істейді. Екеуі істейді. Осының ішінде мына ашық, міне мәйітті мынаның ішіне салынып қояды. Арнайы каталкіден түнде алып келгенде осыған салады да, кейін осыны қайтадан жауып, мына холодильникті қосып қояды. Өзінің температурасы бар, сонымен жұмыс істейді. Яғни түнде түссе, ертеңіне біз келем дегенше холодильникте жатады, дене бітімі мұздап, ешқандай ыдырамайды, сасымайды. Адам денесі 2 сағаттан кейін өзі барға, білесіз, брожение болады, саси бастайды. Қарапайым тілде адам денесіндегі өзгеріс тез жүреді. Яғни мәйіт адам қайтыс болғаннан кейін 2 сағаттан кейін ішкі құбылыс өзгере бастайды дағыны. Іште не дейміз, орысша айтқанда брожение, ауытқу басталады. Ол саси бастайды. Кәдімгі қарапайым етті де алып, суға салып қойып, есінен шығып кетші, бүтеп, томпиып пісіп шығып кетеді, ыдырап кетеді. Дәл сондай организмде солай болады. Вот міне осы мәйітхананың осы негізгі құрылымы осы. Түсінікті. Ал енді осы жұмыс істеп жүргеніңізге неше жыл болды? Қаншама жыл тәжірибеңіз бар? Осы жылдар аралығында осы мәйітханада қандай бір қызықты или қайғылы оқиға болды сіздің өміріңізде? Мысалға, түнде көп мәйіт келе ма, азанда көп мәйіт келе ма? Сосын мысалға олармен жұмыс жасаған кезде эмоциялық тұрғыдан қаншалықты қиын сізге? Басында қалай болды? Психологияңызға әсер етпей ма? Дұрыс. Осы сұрақты бар ғой, маған үнеме қояды. Түс көрмейсіз бе, түсіңізде көрмеймін. Жоқ, ол адамның өзінің дейміз, жүйке жүйесінің тұрғылықтылығына байланысты. Қанша әрине адам әлсізде болса, ол нәрсе түсіне де кіреді, эмоциясы да басқа болады. Әрине мен бағана айтам, өлген кісі де ешқандай ода бар ғой, реакция болмайды. Оны кесіп атыспа, оны көтеріп атыспа, оны жуындырып атыспа. Ода реакция тек дене бітімінде суық адамға көрінеді, бірақ ол суық өзіңіздің жүйке жүйеңізге байланысты. Қалай жұмыс істеу керек екен? Енді сіз сұрақ қойдыңыз ғой, осындай жұмыс істеп жүрген кезде қызықты бір қайғылы нәрсе болды ма деп. Соны айтыңыз. Енді бұл нәрсе бар ғой, сіз бен біздің ортамызда болсын. Бұл Түркістанда болған емес, мен басқа елде қызмет атқарып жүрген кезімде, біз ол кезде мен сот сараптамалық жұмыспен жұмыс істейтін. Түнде бізде вызов болып шақырылады. Біз шақырылған кезде алдын біз бір қылмыстық жерге бардық, қанды уақиға жерге. Оны көріп болғаннан кейін екінші вызов болды. Бәлен гастрономның қасында бір белгісіз адамның денесі жатыр. Өлген деген неде. Скорый келіп тұрды. Скорый констатировал дейді, өлген белгілерін анықтап, өлі моргқа жібереміз, алып кетеміз деп тұр деді.
сосын біз бардық, сұрадық жаңағы кімнен, скорыйдан, ешқандай неуіз жоқ па, Иә, иә. тірі жан жоқ. Сосын бізде турповоз деген машина болады, міндетті түрде медицинаға, бұл кезде милиция, әзір полиция ғой, арқасында тележкасы бар, салып алып тағына біздің орталық сараптама орталығына өткізді. Сол күні мен кезекші едім. Сөйтіп мәйітті ғана әкеп тапсырылды. Кезекші қасымда жаңағы санитар бар, кезекші эксперт бар. Сөйттік те біз таң азанда ашатын болған екен. Азанда жаңағы санитарым жүгіріп келіпті: Назарбек Абдуназарович, түндегі келген труптың біреуі оянып кетті дейді. Мен айттым: қалай оянып кетті деп. Действительно барды. Ол қайтыс болды деген. Иә, қайтыс болды, келген, қайтыс болды деп. 103-ші жаңағы не ғой, скорыйда. Ол енді қыстың кезі, күн суық далада. Енді мен оның себебін айтып беремін. Сөйтіп барсам, отыр, ана моргтың іші жылы болады ғой. Иә. Қыстың кезінде ішінде не жылы болады. Холодильник істейді дағы, мынаның ішінде, мынаның отопление жүреді, жылы болады. Енді кейін барып білсек, оказывается, ол сол түнде болған Мөлтек ауданында тұратын тұрғын, бірақ өзі наркотикті зат қолданады екен. Ана көбірек алып жібергенде ұйқыға кетіп қалған, глубокийға. Дәрігерге бүйтіп ұстап көрсе, мойнын яса, пульсация, жаңағы денесіндегі пульсация болмаған. Сөйткенде бұны өліп қалды деген ғой. Оказывается, действительно, кейін біз тергеушілерге звондап келіп, киімдерін кигізіп алып кетті ғой. Кейін біліп жатырмыз да, осындай жағдай болған. Ал енді жүрегі тоқтап қайтадан тіріліп кеткен адам болды ма сіздің тәжірибеңізде? Менің тәжірибемде емес, клиникада, мысалы клиникада, стационардан сондай реанимация болсын, кардиология болсын, кейде осындай болған жағдайлар болған, бірақ бізде емес, болған. Мәйіт науқас қайтыс болды деп автомат өшірілгеннен кейін, жаңағы наркоз бәрі өшіріледі ғой. 2 сағатқа шейін олар стационарда ұстайды. 2 сағатқа дейін. Бәлкім тіріліп қалуы мүмкін. Вот, клиникалық өлім мен биологиялық өлімнің ортасында жүрген нәрсе деп. Вот сондықтан да ондай жағдайлар көп жиі кездесіп тұрады. Осы уақытқа дейін жалпы қанша жас пен қанша жас арасында мәйіттер көбірек келеді? Жастар ма, орта жастағылар ма, үлкендер ма? Енді статистикалық деңгейге қарасақ, әр жылы әртүрлі. Бір жылдары егде ересек адамдар көп түседі. Бір жылдары қарасаң бар ғой, орта буындағылар. Соңғы кездері жастардың арасында 25-45 жастың аралығында миға қан құйылу, жүректің тоқтап қалуы деген процестер жиі кездесіп тұрады. Енді мәйіт келуі, жалпы осы өлім жағдайы әрбір адамның өміріндегі үлкен бір қиындық қой. Эмоциялық тұрғыдан да өте ауыр нәрсе. Ол салада жүрудің өзі қиын енді. Бәлкім үйренген шығарсыз жылдар бойы. Бірақ сол қайтыс болған адамдардың туысқандары, таныстары, достары келіп мәйітті алып кететін кезде олардың эмоциялары қандай болады? Жалпы оларға төтеп беру, олармен қарым-қатынас жасау қаншалықты оңай немесе қиын? Дұрыс. Әрине, әрбір азаматтың, адамзаттың мойнында өлім бар. Өмір мен өлім бірге жүреді. Оның ешкім бар ғой, ажырата алмайды. Әрине, ол адам қандай да болмасын, өзіңнің жақының немесе олардың қайтыс болғаннан туысқандары қандай реакцияда болатындарын мен оны білемін барлығын. Біреулерде бар өте ауыр түрде болады, өзін ұстай алмайды. Бірақ соларға дұрыс мағынада жеткізе алып, түсіндіре алған кезде олар өзінің сабырлыққа келтіреді. Енді соған дәлел ретінде айтыңызшы, сіз қандай оларға кеңес бересіз дәл сол ситуацияда? Мен кеңес үнеме беріп келем. Шағымыңыз бар ма? Бірінші келген кезде ашуланып, шағымыңыз бар ма? Шағымым бар, жазамын, сызамын деді. Онда дейін бері қараңыз деймін. Сіз жазатын болсаңыз, тергеу қызметкерлеріне, мен сіздің бауырыңызды, туысқаныңызды емдеген жоқпын, бірақ соңғы деңгей мен жақтан өтеді, міндетті түрде. Соған байланысты сіз шағымданатын болсаңыз, мәйіт міндетті түрде ашылады деймін. Ол қалай дейді. Сіз әзір қараңыз деймін да, сіз жазасыз домалақ қағазды.
бір аптадан кейін прокурор қызметкері қаулы шығарады. Пәленшеев Түгеншеевтің мәйіт денесі жерленген жерден қазып алынып сараптамаға берілсін деген. Ол кезде қалай қарайсың? Қазір ашып көріп, әзір сіздің қолыңызға дұрыстығын айту, болжамын зерттеу, или сіздің туысқаныңыз жерлеп болғаннан кейін бір айдан кейін 2 айдан кейін жерде қазып алып, сол жерде зерттеу қайсы сізге жеңілдеу түседі? Кейін барып өзі ойланып көреді. Жалпы сіздің тәжірибеңізде болған ба? Көміп қойғаннан кейін, жерлеп қойғаннан кейін қайтадан ашылып зерттелген мәйіттер? Иә, болған. Неге болмайды екен? Болады. Вот қандай да бір тергеу қызметкерлеріне туған тумалары хат түсірсе, міндетті түрде арыз түсіріп, менің бауырымның өлім себептері осындай себептерге байланысты болған, немесе болжамдаймын, сондықтан осының дұрыстығын, ақиқаттығына жету үшін мақсатында сот медициналық сараптама тағайындаңызды сұраймын дейді. Бірақ ол кісі түсінбейді ол. Ол туысқан түсінбейді дағыны. Қазір айттым, ана қағаздарын зерттейді дейді. Ол одан қағаздар емес, ол мәйіт ашылу керек. Түсіндіңіз бе? Иә. Оның бәрі қайттан сараптамалық бағанағы гистологиялық жолмен, иммуногистохимиялық жолмен, немесе басқа да әдістермен зерттелінеді, сарапталынады, тұжырымдалады. Былайынша бар ғой, ана сырқат тарихындағы басқа дөйлерді қағаздағы қолжазбалар ешқандай көмектеспейді. Сіз жаңа айттыңыз ғой, менің 37 жылдық тәжірибем бар деп осы сұхбаттың басында. Иә. Жалпы сіздің 37 жылдық тәжірибеңіз бар, бірақ басында сіз келген кезіңізде бәрібір әсер етеді ғой психологияңызға, эмоцияңызға деген сияқты. Қазір етіңіз үйреніп кеткен болуы мүмкін, бірақ болашақта осы салаға келетін жастарымыз бар, осы салаға қызығып жүргендер бар, немесе саланы қатты түсінбейтіндер бар. Жалпы сіз өзіңіз тәжірибеңізден түйгеніңіз қандай? Бұл салаға келу үшін адам өзі психологиялық тұрғыда ерекше бір жаратылыс иесі болу керек па? Әлде осы салада жүре беріп еті үйреніп кете ма жалпы? Мысалға, әркім бұл салада жүре алмайды бәрібір. Қандай адамдар жалпы, мысалы, зерттеп айтсаңыз, қандай адамдар осы салада жүре алады? Сұрағыңыз өте орынды. Менің осы салада істеп келген пәлен деп айтқан кезде мен көптеген шәкірттерді дайындадым. Иә. Қазір өзіміздің оңтүстік Түркістан облысы, Түркістан бөліміндегі Түркістан патентомиялық бюро мен сот сараптамалық орталығында менің тәрбие қылған оқушыларым қызмет атқарады. Олар да барлығында осы жерде өткен кезде дәл сіз қойған сұрақты мен оларға қойғанмын. Ертеңгі күнде жұмыс істеген кезіңізде сізде отбасыңызда, бірінші ата-анаңызда, ағайын туысқаныңызда сізге деген көзқарас қандай болады? Оны бір ақылдасып кел. Екіншіден, өзіңіздің жаңағы психологиялық тұрғыдан қалайсыз? Барлығын сұрап білгеннен кейін, соған көз жеткеннен кейін, мен оларды жұмысқа алып, өзімнің өрлерімді үйреткенмін. Енді сол адамдардың, осы салаға келетін адамдардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Мінезінде болсын, психологиялық тұрғыдан болсын? Ең бірінші адами қасиет болу керек. Яғни құрмет ете алсаң, үнемі құрметті атаққа ие боласың. Көбісі бізде түсінбейді, құрметті басқаша тұтады. Құрметті қызметтің бабын пайдаланып тұрып, соны мен құрметтеймін. Жоқ, ол болмайды ол. Құрмет үлкен бе кіші ме, сіз деп құрметтеу керек. Бізде сенсіреп сөйлейді, сенсіреп айтылады, немесе сәл кішкентай ғана таққа отырса, кісіні танымай қалады. Ол болмайды ол. Ол уақытынша барлығы. Иә. Мына не дейміз, мамандықтың, мансаптың барлығы уақытынша ол. Бірақ бірінші деңгейде адами қасиет болу керек болады. Назарбек аға, бүгін бізге көпшілік біле бермейтін, зерттемейтін тақырыпты терең түсіндіріп бергеніңізге рахмет. Сұрақтарыма толыққанды жауап алдым. Сізбен танысқаныма, осы тақырыпты талқылағаныма қуаныштымын. Бұйырса, жақсы күндерде кездесейік. Бұл жаққа мәйіттер көп келмесін. Ал көрермен, егер сіздерге бүгінгі бағдарламамыз қызықты болса, келесі бағдарламаларымызда тағы қандай тақырыптар талқылағанымызды қаласаңыздар, біздің пікір бөліміне жазып кетіңіздер. Келесі бағдарламаларымызда кездескенше қош сау болыңыздар.